Хабарымыз жалғастырамыз. Тәуелсіздік ұрпақтары деген атаумен Қазақстанның қалыптастыруымен бір мезгілде табысқа жеткен азаматтар туралы сюжеттер желісін жалғастырамыз. Бүгінгі кейіпкеріміз 15 жылдан астам уақыт музыка мен сахнаға арнаған Медет Осатаев. Осатаев Медет өзінің қоңыр үнімен көпшілік қауымға етене таныс. Дарынды әнші 2008 жылы Тәттімбет атындағы Қарағанды өнер колледжін эстрада музыка өнері мамандығы бойынша бітірген. 2014 жылы Қазақ ұлттық өнер университетін дәстүрлі музыка өнері, халық әні мамандығы бойынша аяқтаған. Бүгін әнші дәстүрлі музыка саласының маманы, Тәттімбет атындағы оркестрдің солисі. Менің өзімнің әргі тегім, аталарым, әкелерім, менің әкемнің арманы болған. Өйткені менің әкемнің бауырларының барлығы көбісі осы музыка, бүкіл әнші, орындаушы үйде, ауылда, ешқайсысы осы өнерді қуып соңынан оқуға түсіп әрі шыңдалмаған. Әкемнің арманы болған. Менің бір балам осындай өнерге барса, халықтың алдына шықса, сахнада жүрсе дегендей. 2015 жылдан Қали Байжанов атындағы Қарағанды концерттік бірлестігінің Арай ансамблінде еңбек етеді. Ансамбль құрамымен ауылдық жерлерге концертпен жиі барып, көпшілік көзайымына айналған. Тәттімбет атындағы оркестр мен арқасазы ансамблінің сүйемелдеуімен жеке орындаушы ретінде де өнер көрсетеді. Оның дауысы тек республика аймағында ғана емес, шет елдерде де талай мәрте шырқалды. Әртіс көптеген республикалық байқаулардың лауреаты. Республикалық дәстүрлі орындаушылар байқауының арнайы сыйлығының да иегері. Карантиндік талаптарға қарамастан, әнші тыңдармандарын онлайн форматта қуантуда. Медет Осатаев үлкен бір отбасының отағасы, 3 ұлдың әкесі. Ауылға жаңа айттым ғой, ауданға жұмысқа кеттім деп, соңғы кезде Жүсіпбек Елебековтің атамыздың атында конкурстар бар ғой, республикалық байқауы бар. Үлкен ол байқаудың енді қалай айтсам болады, дәрежесі өте жоғары. Мен үшін жалпы негізі дәреже жоғары конкурс. Сол конкурсқа мен ең жас кезім, шатаспасам, 20 жасымда болу керек. 19-20 жасымда қатыстым. Айта кетсек, жуықта мәдениет және өнер саласы қызметкерлерінің кәсіби мерекесі қарсаңында облыс әкімі мәдениет саласының 30 қызметкеріне пәтер кілттерін табыстаған болатын. Кәсіби мереке иелері үздіктерінің қатарында Медет те бар. Әншіге 2 бөлмелі пәтер берілді. Райхан Сайрамбек, Олжас Ғапбасов, Назым Серік, Сарыарқа.